Атақты күйші Дина Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстанда дүниеге келген. Дина домбыра үнімен өсті. Бала кезінен домбырада ойнап, апа-сіңілерінің әндерін сүйемелдеді. Бір күні атақты күйші Құрманғазы Динаның музыкасын естіп, оның орындаушылығына таң қалды. Соңынан оның тәлімгері болды. Олар музыкалық байқауларға бірге қатысып, Құрманғазы Динаның шеберлігін шыңдауға көмектесті. Дина көптеген музыкалық байқауларда жеңімпаз атанып, ұлтқа танымал болды. Ахмет Жұбанов және Жамбыл Жабаев сияқты белгілі өнер қайраткерлерімен кездесті. Дина Нұрпейісова 91 жасында өзінің соңғы көпшілік концертін берді. Даңқты күйші 1955 жылы Алматыда қайтыс болды. Бүгінгі сіздер тамашалаған бейнероликтің дыбысталуы сөзді синтездеу технологиясын пайдаланып жүзеге асырылды. Сөзді синтездеу технологиясын осы сілтемеге кіріп қолданып көріңіз.